Сәлем достар, сіздермен бірге Аралбаева. Бұл менің кезекті екінші влогым. Бұл влогтың тақырыбы жаңа жылға арналған сыйлықтарға идея. Жаңа жылда қандай сыйлықтар алуға болады? Сол туралы айтатын боламыз. Біріншісі ол кітап. Кітапты сыйласаңыз, сіз деген алғыс алатын боласыз. Аксессуарлар. Кішкентай қыздар өте жақсы көреді аксессуарларды. Келесі ол фен, утюжок сыйласаңыздар болады. Қыздарға ең күшті сыйлықтардың бірі ол гүл. Ол ең негізгі қыздардың жақсы көретін заты. Егер де гүл қаламасаңыздар, клубника в шоколаде алсаңыздар болады. Сіздер ұлдарға қарасаңыздар, свитшот, твиттер, толстовка дегендерді қарасаңыздар болады. Олар ұлдарға да қыздарға да бәріне келе береді. Сағат сыйласаңыздар болады. Сағат вообще күшті негізі. Ұлдарға да қыздарға да келетін. Ол сумка. Сумкаларды сыйласаңыздар болады. Кошелек, солар күшті кетеді. Қыздарға шопперлер ұнайды. Сыйлықтарымыздың бірі чехол. Ол кішкентай қыздарға, кішкентай балдарға, телефондарына күшті анимациядағы әдемі чехолдарды сыйласаңыздар болады. Келесі ол бокс. Бокстар уходы, косметика, неше түрлі қазір бокстар көп. Үйге арналған заттар сыйлағыңыз келсе, ол пижама сыйласаңыздар болады, домашний тапочка сыйласаңыздар болады. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және комментарийға қандай видео идеялар бар, соны жазуды ұмытпаңыздар. Көруге тырысамын.